Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет осындай дәмді тағам капустадан жасалынатын голубцидың рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге қажетті заттар: капуста, пияз, тартылған ет, күріш, бұрыш және де сұйық май, тұз қажет. Алдымен капустамызды дайындап аламыз. Капустамыздың түбін осылай пышақтың көмегімен ойып, қатты бөлігін кесіп алып тастаймыз. Себебі бізге бұл бөлігі қажет емес, сыртындағы жапырақтары қажет. Бізге кедергі келтіретін болғандықтан осылай ойып алып тастаймыз. Енді ыдысымызға ыстық су құйып, капустамызды салып, астын қатты отта 10-15 минутта қайнатамыз. Енді сол аралықта арасына салатын салмасын дайындаймыз. Яғни тартылған етіміздің үстіне пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пияздарымызды ұсақтап турап шығамыз. Сол арасына салатын күрішімізді алдын ала жылы суға салып қоямыз. Себебі күрішіміз таза пісу үшін тартылған етіміздің үстіне тураған пиязымызды салып, дәміне қарай бұрыш, тұз, яғни мен көз мөлшерімен салып жатырмын. Жасалып жатқан салмауыма қарай, және де жылы суда жібітілген күрішімізді саламыз. Суын төгіп, күрішімізді тартылған етіміздің үстіне салып, жақсылап, және де мен еттің құрамында май болмағандықтан осындай сұйық май қолдандым. Азырақ сұйық май қосып, егер құйрық май болса, құйрық майда қолдануға болады. Салмамызды жақсылап, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Енді капустамызды дайындайтын боламыз. Капустамыз қайнап жатыр екен. Енді осылай 2 шанышқының көмегімен сыртындағы жапырақтарын ақырындап, жыртпай абайлап алып шығамыз. Мінекей осылай бір шанышқымен бір жағы капустамыз ұстап тұрып, екінші жағымен жапырағын осылай тартсаңыздар тез алынады. Ыстық суда қайнап жатқандықтан осылай жылдам, өте оңай алынады жапырақтары. Барлық жапырақтарын дәл осылай алып шығамыз. Алыну өте оңай, еш қиындығы жоқ. Ең бастысы жыртылмай әдемі алынса болды. Ақырындап шешіп, осылай суымыздан сүзіп аламыз жапырақтарын. Дайын болған жапырақтарымызды ортасындағы қатты бөлігін алып тастаймыз. Қатты бөлігі бізге қажет емес, және де орауға кедергі келтіреді. Осылай пышақтың көмегімен қатты бөліктерін барлығын алып тастаймыз. Жасалу өте оңай тағамның бірі бұл. Сіздер де жасап көріңіздер. Көп уақытты алмайды. Еш қиындығы жоқ. Дәмді тағамдардың бірі. Осылай қыстың күндері таптырмас тағамның бірі. Себебі қыста тәтті бұрыш табылуы өте қиын. Бар болғанмен де қалтаға қолайсыз, бағасы өте қымбат болғандықтан осылай 40 қабаттан да жасауға болады. Енді дайын болған капуста жапырақтарының арасына салмамызды салып, қақ ортасына саламыз. Шет-шетін қаттырақ ораймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дәл солай жасаймыз. Тағы бір рет көрсетейін. Мінекей осылай біраз қасық салмамызды саламыз. Қақ ортасына саламыз. Екі шетін жинап, әдемелеп, жақсылап орап шығамыз. Ішіндегі салмасы шашылып қалмау керек. Қысыңқырап ораймыз. Барлығын осылай орап шығамыз. Еш қиындығы жоқ. Өте әдемі болып жиналады. Дайын болған голубциларымызды мінекей осылай болып шықты. Енді пісіріп аламыз. 35-40 минутта қазанымызға пісіріп аламыз. Пісіретін суымызға кішкене майға сәбізді қуырып жібереміз. Сосын суға салып пісірсек өте дәмді болады.
Осылай бір сәбізді үккіштен өткізіп, қызып тұрған майдың үстіне кішкене қуырып аламыз. Және де суымызды да құр су құймай, кішкене томат пастасын салып құйсаңыздар, өте әдемі, түсі де әдемі, дәмі де дәмді болып шығады. Сондықтан осылай жарты литр суға бір ас қасық томат пастасы, жарты ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын қуырылып жатқан сәбізіміздің үстіне құямыз. Үстіне құйдық. Енді дайын болған голубцаларымызды үстіне салып шығамыз. Ақырындап саламыз, себебі шашылып қалмауы керек. Қазанымыздың бір шетінен бастап, дөңгелектеп, әдемі қылып жайғастырып шығамыз. Енді салып болған соң 35-40 минутта орташа отта пісіріп аламыз тамағымызды. Өте керемет, әдемі, дәмді болып шығады. Отыз 35-40 минуттан кейін тамағымыз пісіп шықты. Мінекей осылай шықты. Өте әдемі, дәмді, бір жасағаннан шығатын, көп уақытыңызды алмайтын таптырмас тағамның бірі. Мінекей арасының өзі суы ағып керемет болып піскен, арасы таза піскен күрішімізде. Сіздер де жасап көріңіздер дәл осы рецептпен. Бір жасағаннан шығады. Өте керемет, тойымды тағам сіздермен болған.